Мына айырмашылығы көріп тұрсыз ба? Оңтүстік Қазақстан облысының шаруалары кәдімгі жауын құрттың көмегімен мол өнім ала бастады. Калифорниялық қызыл құрттар өңдеген тыңайтқыштар жердің құнарын арттырып қана қоймай, топырақтың бойында ылғалдылықты ұзақ уақыт сақтап тұруға мүмкіндік береді екен. Раис Қара Ибрагимов былтыр әр гектардан 25 центнерден өнім алыпты. Әр гектарына 5 тоннадан септік сол биогумусты. Енді наваз сбрасыватель бар, соменен айландырып, дәрі сепкенде себіп, одан кейін айдадық. Былтыр 15 центнерден алсақ, биыл 25 центнерден өнім алдық. Бұл енді бізге мақтаныш, себебі осындай бағара жерден осындай өнім алу, ол өте жақсы деп санаймын мен өзім. Табиғат санитарларының негізгі қорегі шіріген жапырақ пен малдың қиы, тіпті экологиялық ахуалға да әсері мол. Себебі бұған дейін полигондарға төгіліп келген түрлі тұрмыстық қалдықтар мен ауыл ішінде тау болып үйілген қоқысты кәдеге жаратады. Бұлар неге келгенде уже себереді, жатады. Калифорниялық қызыл жауынқұрттар қыстай шағын қоралар мен арнайы қазылған шұңқырларда сақталады. Суықта қатып қалмасы үшін бетіне көң төселіп, үсті шөппен жабылады. Шаруа осыдан 2 жыл бұрын 50 мың дана жауынқұрт әкелген екен. Қазір олар көбейіп миллионнан асқан. Фермер болашақта экологиялық таза әрі жердің құнарын арттыратын табиғи тыңайтқыш көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр.